Саламатсыздар, құрметті көрермендерім. Бүгін бәліш етпен дайындаймыз. Суға сары майды ертіп құямыз. Тұз саламыз 1 шай қасық, 2 қасық қант саламыз шай қасықтан. 100 грамм сүт құямыз. Менде сүтім қоюлығы 6% болды, сондықтан 100 грамм құйдым, атак 150 грамм құюға болады. Одан кейін шай қасық толтырып дрожжи саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін оны қосамыз. Жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Етімді мясорубкадан өткізіп алдым. Пиязды қуырып, етке қосамыз. Етке қосып, тұз бұрышын салып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Формамыздың ішіне пергамент қағаз салып, май жағып, дайындап қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін жаямыз. Форманың өлшеміне қарап қамырымызды жаямыз. Жайып болғаннан кейін формамыздың ішіне қамырымызды саламыз. Жан-жағын бәрін сүйеміз. Одан кейін етімізді саламыз ішіне. Етімізді бәрін жақсылап түзеп саламыз. Жан-жағын қалпай. Қолымызды жан-жағына салып дайындап қоямыз. Одан үстіне қамырымызды жаямыз. Үстіңгі қамырымыз жұқалау болады астыңғыдан. Үстіне саламыз. Бетін жауып, жан-жағын жинастырамыз. Қамырымызды бір-біріне жабыстырамыз. Астыңғыдан үстіне мен осылай бүйралап саламын. Жабыстырамын бүйралап. Көрсесіздер. Қазақшам жетпей қалып отыр. Бәрін жинастырып, осылай жақсылап жабып қойғаннан кейін үстіне жұмыртқа жағамыз. Духовкамызды 180 градусқа қоямыз. Пирог жарты сағаттай піседі. Қыздырылған духовкамызға пирогымызды саламыз. Менің каналыма жазылуға ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдаңыздар. Ас болсын. Осындай пирогымыз шығады. Ас болсын.